Баршаңызға қайырлы күн. Үйдегі бар ингредиенттерден жасалатын осындай кешкі асты жасаймыз. Міндетті түрде достар видеоны соңына дейін қарап, рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен етті жақсылатып жуып, осылай соломка етіп, жұқалатып, кесіп шығатын боламыз. Одан кейін сұйық майды қыздырып, табаға бір 30 минуттай қуырып аламыз. Пиязды әлі салмаймыз, еттің өзі ғана сөлі шыққанша осылай қуыратын боламыз. Етіміз піскенше күрішін әзірлеп аламыз. Мен мультиваркаде пісірдім. Сұйық май, сары май, күрішті жақсылатып жуып, тұзын салып 20 минут қалып қоямыз. Қазанда да дәл сол әдіспен пісіретін боласыздар, қыздар. Келесі кезекте картопты әзірлейтін боламыз. Картопты біз пеште пісіріп аламыз. Ол үшін пешімізді 200 градусқа қыздырып бастаймыз. Картопымызды тазалап, видеодағыдай осындай формада турап шығамыз. Келесі бір табаққа салып, сәл ғана сұйық майдан құямыз, дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Міндетті түрде достар, паприкадан да салуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап енді араластырып, пергамент төселген қағазға 200 градуста 40-45 минут картоптарымызды пісіріп аламыз. Етіміз бізде 30 минуттай қуырылып жатыр. Енді пиязды ұсақтап, жіңішкелетіп тураймыз. Одан кейін қуырылып жатқан етке саламыз. 2 ас қасық соя тұздығынан қосып, сәл ғана суды құйып, тағы да бір 30 минутқа бұқтырылуға алып қоямыз. Жасалуына небәрі сонда менде 1 сағат уақыт кетті. Үлкендеу тарелкеге енді осылай күріштерімізді саламыз, картоптарымызды саламыз, ортасына етімізді салып, қыздар қалағанызша сіздер әсемдесеңіздер болады. Менде үйде салат жапырақтары болды, салат жапырақтарынан салдым. Қызанақпен, қиярмен де әсемдесеңіздер болады. Аптасына 3 рет қыздар жаңа рецепттерді каналыма салып отырамын. Қоңыраушаның белгісін бассаңыздар, бірден хабарлама келеді. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.